Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендері. Мен сіздерге бүгін осындай өте керемет дәмді болып шығатын қыстық салат баклажанная икра салатының рецебімен бөліскелі отырмын. Ең алдымен қажетті заттардың барлығын осылай өлшеп аламыз. Аршылмаған күйінде осы салмақпен аламыз, және де кішкене дәм беру үшін ащы бұрыш қосамыз. Майға қуырылады бұл салат. Ал енді баклажанның дәмі кинзамен жақсы үйлесетін болғандықтан мен кинза алдым. Ұнатпасаңыздар петрушка да ала беріңіздер. Және қызанағымыз. Ең алдымен қызанақты өте қайнап тұрған ыстық суға толығымен батқанша дайындап қоямыз. Яғни бұның қабығы оңай аршылуы үшін бізге қызанақты осылай ыстық суға жібітіп алғанымыз дұрыс. Әрі бұл қызанақтың суы шығып, сулы болып салатқа өте керемет дәм береді. Баклажандарымызды қалыңдау етіп турап, қабығымен турай береміз. Себебі бұл қазір суда тұрады. Тура 2,5 сағат тұру керек суда. Одан артық не кем болмау керек. Және де тұз салып, кәдімгі бөлменің кранынан алсаңыздар да болады. Осындай салқын суға жібітіп қоямыз. Бұл тура 2,5 сағат тұрғаннан кейін барып, тірлігімізді бастаймыз. Енді мына кішкене ауыр жүк болу үшін, баклажанымыз толықтай баттыру үшін осылай үстін бастырып қоямыз ауыр затпен. Енді мына қызанақтарымызды қараңыздар, өте жылдам, әрі тез аршылып жатыр қабығы. Және де оны тураған кезде суы шығады. Осы суының барлығын қосып, суымен бірге толықтай турап алуымыз қажет. Суын төгіп тастаудың қажеті жоқ. Ал енді 2,5 сағат тұрған баклажан толығымен осылай судан шыққан кезде қап-қара болып мынандай түс береді. Жарты литр майымызды құйып, кішкене қыздырып аламыз. Май тым қатты күйіп кетпесін. Сәл кішкене қызғаннан кейін барып, бірінші пияздан бастап қуырамыз. Пияз жақсылап қуырылып, кішкене сарғылт әдемі түс берген кезде барып, осындай мөлдір түс берген кезде сәбізді салып қуырамыз. Сәбізімізде кішкене 2-3 минуттай қуырылады. Қараңыздар, мынандай осындай сары әдемі сөлі бөлінеді сәбіздің. Сол кезде болгар бұрышымызды саламыз. Яғни болгарский перец салғаннан кейін бұл да өзінің шамалы суын шығару керек. Яғни 2-3 минут қуырылғаннан кейін барып, келесіде енді баклажанды салатын боламыз. Баклажанды салған кезде ыдысымен төңкере салмаймыз. Осылай ерінбестен күрекшемен алып, шетіне салып отырамыз. Себебі бұның астында тағы да сорғытылған су болады. Кішкене араластырып аламыз дағыны, барлығын толықтай біркелкі етіп, жан-жағына қуырылу үшін, яғни баклажанымызда отқа тию үшін осылай толығымен араластырып аламыз. Және соңында қызанағымызды суымен құямыз. Бұл салатты мен қазір барынша қатты отқа қуырып жатырмын. Ал енді қазір барлығын толығымен салып болғаннан соң кішкене отын баяулатамыз. Әзірше мен 2 қасық қантты ғана салдым. Қазір салат кішкене 5-10 минут қайнап, шамалы суы шыққаннан кейін барып, дәміне қарай тұз салатын боламын. Қазір шамалы 10 минуттан кейін мен салатыма уксус құямын. Менде 9% уксус. Егерде 70% уксус құямын десеңіздер, онда 1,5 қасық қана жетеді. Ал 9% уксустан 3 қасық құйып жатырмын. Себебі ол 9% уксустың ащылығы аз. Ол әрі салатный уксус болып келеді. Ал енді мен тұзды шамалы 2 қасық қана қосып қойдым. Бұл қайнағаннан кейін тағы да тұзын дәміне қарай көреміз. Аз болып жатса тағы да саламын. Ащы бұрышты осылай бүтін саламыз. Піскеннен соң алып тастауғанға оңай болады. Бұл кішкене ғана дәм береді. Енді салат қазір толықтай қайнағаннан кейін барып, дәмін көреміз. Егерде жетпесе тағы да тұзын, қантын саламыз. Салаттың астындағы оты тым қатты да емес, тым жай да емес, осындай орташа болу керек.
Бұл салат енді 45 минут қайнау керек, яғни толықтай уақытысы. Кішкене қайнап бастағаннан бастап қарайсыздар. Содан есептеген кезде 45 минут болады. Тұзы аздау болғандықтан тағы да 1 қасық тұз салдым. Сонымен 3 қасық тұз және де 3 қасық қант болды. Тағы да араластырып аламыз. Енді дәміне қарай. Дәмін қайта-қайта көріп отырамыз. Себебі кейбір тұздардың ащылығы басым болғандықтан ол ашты болып кетуі мүмкін. Салат толықтай пісті. Енді піскен салатқа тура жабардың алдында осылай көксөгімізді салып, араластырып, тағы да кішкене 1-2 минутқа қойып қоямыз. Өте дәмді салат. Жасалу жолы қиын көрінгенмен, бірақ нәтижесі соған тұрарлықтай. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға кеңес беремін. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар және де пікір қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса міндетті түрде жауап беремін. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар. Ас болсын. Рецебін описание бөліміне қалдырып қоямын.